Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге Фатих Мехмед Осман мемлекетін империяға айналдырған патша ма деген сұраққа жауап береміз. Осман империясының өмір сүрген ұзақ уақытта патшалықты небір мықты сұлтандар басқарғаны белгілі. Солардың ішінде екінші Мехмедтің алар орны қандай? Осман патшаларының жетіншісі болып табылатын Мехмед екінші немесе Фатих Сұлтан Мехмед хан Османлы мемлекетін әлемдік деңгейге көтерген хан ретінде ерекшеленеді. Ол қазақ хандығының құрылуынан 3 жыл бұрын, атап айтқанда 1453 жылы, ол кезде Константинополь аталатын бүгінгі Истанбул қаласын жаулап алады. Сондықтан Фатих жаңа дәуірге есік ашқан патша деп аталады. Яуни деген лақап атпен өлеңдер жазған. Екінші Мехмед жастайынан жақсы білім алады және араб, парсы, грек, серб, латын сынды көптеген тілдерді меңгереді. Мехмед 1432 жылдың 30 наурыз күні, сол кезде Османлы мемлекетінің астанасы болған Эдирне қаласында патша 2 Мураттың 4-ші ұлы болып дүниеге келген. Кейін деректерде анасы Хима хатунның шын аты Эстер Стелла екені, ол француз ханшайымы болғанын айтылады. Бала кезінде зеректігі мен тентектігі қатар болған Мехмед оқытып білім ету әкесіне оңайға соқпады. Көптеген ұстаздар айтқан сөзін Мехмедке тыңдата алмағаннан кейін сол кезде атақты да айбынды ғұламалардың бірі Молла Генериді оған мұғалім ретінде арнайы тағайындайды. Мұсылман ұстаздардан басқа батысқа ғалымдардан, атап айтқанда 2 Мураттың Манисадағы сарайында қызмет атқарған Италияның Анаконда қаласынан келген Сирияко мен басқа да европалық ғалымдардың еуропаттықтарға мен философиясы туралы сабақ алу оның жастайынан көптеген мәдениеттерді игеріп, көп тілді білуіне, азаматтық тұлғасын қалыптасуына септігін тигізеді. Мехмед 12 жасқа толғаннан да қызық бір оқиға орын алған. Әкесі 2 Мұрат 40 жасынан тың болуына қарамастан тағынан өз еркімен түсіп, орнына ұлы Мехмедті патша етіп жариялайды. Сөйтіп Манисаның ұлы патшалық астанасы Эдирне қаласынан шақырып, өзі Маниса қаласына кетіп қалады. Оған дейін тақ мұрагері болған Мехмедтің ағалары дүние салады. 2 Мұрат патшаның мемлекет басқаруға әлі де күш қуаты бола тұра тағын 12 жасар ұлы Мехмедке беруінің сыры неде екен? 2 Мұраттың бұлай етуіне тақуалығының себеп болғаны айтылады. Ол мемлекет басқарудан қол үзген, қалаған ғұмырын оңашада Аллаға құлшылық ету, ғибадат және зикірмен өткізгісі келген екен. Осылай Осман патшалығы тарихында көз тірісінде тағы да өз еркімен ұлын отырғызған дара патша ретінде Мұраттың есімі аталады. 1444 жылы болған осы таққа өзгерістің Османлы патшалығын тигізген, мемлекет басқару және әскери соғыста жүрбесі жоқ 12 жасар баланың қолынан өткенін естіген венгр патшасы Владислас жағдайды пайдаланып қалды ойлайды. Ол Османлы патшалығына крест жорығын бастап соғыс ашады. Еуропалық армия Эдирне қаласына қарай бет алады. Бұл жағдайда алаңдаған бұрынғы патшаның уәзірлері 2 Мұратты таққа қайта отырғызып, жауға қарсы тойтарыс беруге шақырады. Бірақ патша түскен тағымына қайта отырып, өз уәдемнен айнымаймын деп билікті қайта қолға алудан бас тартады. Уәзірлер бала патша 2 Мехмедті жаудың бетіне қайтару үшін әскер басына 2 Мұратты сынайды. Айбынды патшаның қажет екеніне, әйтпесе жаудың жеңіліп кетуі мүмкін екенін көрінеді. Сондай Мехмед әкесін таққа қайта отыруға көндіру үшін мынандай хат жазған екен. Әке, егер елдің патшасы сіз болсаңыз, келіп ол тізгінді қолға алып еріңізді жаудан құтқарыңыз. Ал егер елдің патшасы мен болсам, онда жарлық беремін, келіп таққа отырыңыз. Осы хаттан кейін амалсыз тағына отырған әке патша 2 Мұрат Варна деген жерде болған шайқаста жауды ойсырата жеңеді. Сөйтіп бала патша 2 Мехмед әкесіне тақты қайта беріп, өзі Маниса қаласына кетіп қалған екен. Тарихшылар 1451 жылда әкесі дүние салып, өзі таққа қайта отырғаннан дейін Маниса қаласында өткізген 7 жыл Мехмед саяси әрі мәдени жағынан ой-өрісін жетілдіріп толығуына аса маңызды болғанын айтады. Мехмед сұлтанның Константинопольді жаулап алуға тарихта аңыз болып айтылады. Бұл жорық жүзеге қалай асқан еді? 2 Мехмед
екінші рет таққа отырысымен ең алдымен Османлы патшалығының Еуропа мен Азиядағы территориясының арасын бөліп тастағанына кедергі болып тұрған Константинополь қаласын жаулап алуға қамдана бастады. Бұл қалғаны қолға түсіру стратегиялық тұрғыдан ғана емес, рухани тұрғыдан да маңызды еді. Өйткені кезінде атап айтқанда 12 ғасырда ислам пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде бала қаланы әлбетте күндердің күнінде мұсылмандар жаулап алатыны болады. Оны жаулап алған қандай мықты патша, оны жаулап алған қандай мықты әскер деп айтып кеткен еді. Міне осы мақтауға ие болу үшін 12 ғасырдан бері көптеген мұсылман әскерлері Константинопольге дүркін шабуылдар ұйымдастыратын болады. Алғашқы мұсылман жорығы 654 жылы омайялықтардың кезінде жасалған еді. Сол жерде жорықта пайғамбардың үзеңгілес жолдастарының Иба, Аюб, Ансари қамалдарының түбінде шейіт болады. Екінші Мехмед Константинопольді жаулап алғаннан кейін оның бейітін тауып қасына мешіт салдырады. Бүгінгі Стамбулдағы Аюб Сұлтан деп аталатын Осман мешіті мұсылмандар қатты құрметтейді. Константинопольдің соңғы мұсылман жорығы екінші Мехмедтің аталары Османлы мемлекетінің 10 патшасы Йылдырим Баязидте жасалады. Ол 391-1400 жылдар аралығында 4 рет қаланы қоршап жаулап алуға әрекет жасаса да, елде басқа жағдайын соғыстар себебін қоршауға тоқтауға мәжбүр болған. Ең соңғы қоршауға тоқтатуға Әмір Темірдің арасындағы келіспеушілік себеп болған. Найзағай Баязид патша 1402 жылы Анкарада Әмір Темірмен болатын соғысқа дайындалуға кіріседі. Сонда жеңіліске ұшырап Темірге тұтқын болады. 7 айдан кейін тұтқынға дүние салады. Ал екінші Мехмед Қара теңізден Константинопольге кеме арқылы келетін көмектердің жолын кесу үшін атасы Найзағай Баязидтің бұғазы Босфорға салған қорғанның қарсы алдына екінші қорған салады. Сөйтіп бұғаздың екі жағындағы қорған қамалдар кеме өткізбейтін болады. Екінші Мехмед Константинополь қаласын айнала қоршап тұрған тас қамалдарды бұзып қирату үшін Венгриядан арнайы мамандар әкетіп үлкен зеңбіректер жасатады. Идирне қаласынан екінші Мехмедтің қолбасшылығымен жолға шыққан түрік әскерлері 1453 жылы 6 сәуір қаланың алдына келеді. Византиялықтың 8000 әскері қорғаған қаланы 50.000 Осман әскері қоршауға алады. Византиялықтардың 26 соғыс кемесі қала теңіз жағынан қорғап тұрады. Қаланың теңіз жағынан кемелер өтетін Халиш шынжырлаған бөгет орналасқан еді. Патша екінші Мехмед шынжыр бөгеттен өте алмаған кемелерді құрлықтан өткізді ойлайды. Сол үшін жерге тақтайдан жол салып, үстіне май төгіп 70 кемені өткіздіруге тартқызып, шынжырлардың ар жағынан теңізге қайта түсіреді. Бұл айла Константинополь қорғанысы үшін үлкен соққы болады. Екінші жақтан үлкен зеңбіректер тас қамалдарды тас талқан шығарады. Осылайша 53 күнге ұласқан қиян кескі соғыстан соң 1453 жылдың 29 мамырында қала беріледі. Осыдан кейін екінші Мехмед хан ислам пайғамбарының мықты қолбасшысы, жаулап алушысы атағымен Фатих аталады. Константинополь қолаға түсуі Еуропа елдерін қатты алаңдатады. Олар Мехмед екіні ұлы бүркіт деп атады. Сонымен қатар оның бұл ерлігі Османлы мемлекеті үшін үлкен бетбұрыс болды. Османлы мемлекетінің Азия мен Еуропадағы территориялары тұтас бұл мемлекеттің нығаюына аса маңызды еді. Осман мемлекеті Азия бөлігінде Идирне қаласына астанада, енді Азия мен Еуропа құрлығында бір-біріне жалғап тұрған Константинополь қаласына ауысады. Бұдан кейін Фатих Сұлтан Мехмед ханның батыстағы, яғни Еуропадағы әрі шығыста Азия, Анатолия деп да үстемдігі одан әрі артады. Ол Еуропа жағынан Сербия, Афина, Венгрияның бір бөлігі, Албания, Италия, Отрант қаласы, Антолия жағынан Византияның соңғы бөлігі Трабзонды жаулап алады. Өзіне қыр көрсетіп жүрген мұсылман мемлекеттері Қараманғоллар мен Аққойлы елдеріне күйрете соққы беріп, оларды тарих сахнасынан өшіріп тастайды. Ақырында бүкіл Анатолияның жері Османлы мемлекетіне қарады. Фатих Мехмедтің соңғы жорығы туралы айтып
көрейік. Фатих Сұлтан Мехмет 1481 жылдың 3 мамырында шығысқа қарай жорыққа аттанып бара жатқан жолда Стамбулдан 80 шақырым жердегі Гебза қаласына кенеттен дүниеден өтеді. Кейбір тарихшылар Фодрегра ауруынан өз ажалынан дүние салады десе, басқа бірлер тегі еврей болған бас дәрігері Жақып Паша деген одан өлгенін айтады. Фатих Паша Стамбулды өзі салғызған Фатих атындағы мешіттің қасындағы кесенеге жерленеді. Фатих Сұлтан Мехметтің осы соңғы жорығы қай елге бағытталғаны әлі күнге дейін беймәлім. Өйткені патша маңызды шешімдерін ешкімге асқырғанша сасық жасап, ешкімге айтпай құпия сақтайтын. Бірде жасырын жорығым бақымдың сұраған уәзіріне қазір менің қайда бара жатқаным сақалымның бір талы білген болса оны дереу жұлып алып отқа тастар едім деген екен. 30 жылдық билігінде екінші Мехмет Фатих деген атына сай 2 империя, 14 мемлекет, 200 қаланы жаулап, мемлекеттің аумағын 2.214.000 километр квадратқа кеңейткен. Одан 3 ұл атап айтқанда екінші Баязид, Мұстапа, Жем Сұлтан және Гефархан атты бір қыз дүниеге келген. Ғылымға қатты мән берген Фатих патша ғалымдар мен ақын жазушыларға үлкен құрмет көрсеткен. Мәселен, Темір мемлекетінің билеушісі Ұлықбек патшаның қасында қызмет атқарған Самарқанда Әли Құсшы 1449 жылғы Аққойлы мемлекетінің патшасы Ұзын Хасанға елші болып Стамбулға барады. Әли біліміне тәнті болып көптеген сый-сияпат берген. Екінші Мехмет оны қалған өмірін Стамбулда өткізуге көндірген. Сөйтіп Әли Құсшы Османлы мемлекетінің астрономия ғылымының негізін салуға атсалысып 1474 жылы Стамбулда дүниеден озған. Фатих патша сонымен қатар мемлекеттің іргесін бекіту үстінде көптеген заңдар шығарған. Оның басқару, қаржы және заң саласындағы жиынтығы Фатих заңнамасы деп аталған. Оның заңдарының көпшілігі 19 ғасырдың алғашқы жартысына дейін күшейе болды. Елдің құрылыс жағында көркеюі мән берген сұлтан 500-ден астам сәулеттік ғимараттар салмалмен медреселер, кітапханалар, ас үйлер, емханалар мен керуен сарайлар көптеп орын алады. Өнерге де ықылас танытқан патша итальяндықтардың атақты суретшісі Беллиниге өзінің портретін салғызған екен. Журналист негізінен Сұлтан Сүлейменге арналған, кейін канониттік жұрт біле бермейтін бір қасиетін айтып өтсеңіз. Зерттеулер 6000 жылдық тарихы бар араның сусын Еуропадағы, тіпті Америка тарихы онша көп емес. Еуропа айран 12-13 ғасырда білсе, Америка 19 ғасырдың аяғында ғана білген. Айран немесе югурт деп аталатын бұл пайдалы тағамды осы 6000 жыл бұрын Орталық Азияда түрік халықтарының ішінде Османлы мемлекеті тапқан.